Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ағам қобыз тартады. Бүгінгі сабақта тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бересің және сюжеттің даму желісі бойынша кесте толтырасың, мазмұндайсың. Оқыған материалдың мазмұнын тірек сөздерді қолданып жазасың. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Күй, күйші, қобыз, үн. Жалғауларға назар аударайық. Мен қобыз тартамын, сен қобыз тартасың, сіз қобыз тартасыз, ол қобыз тартады, біз қобыз тартамыз, сендер қобыз тартасыңдар, сіздер қобыз тартасыздар, олар қобыз тартады. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық. Бірінші тапсырма. Сұхбатты тыңда, сұрақтарға жауап бер. Әлібек, жүр, мұражайға барайық. Қандай мұражайға барамыз? Ұлттық аспаптар мұражайына барамыз. Сені ұлттық аспаптармен таныстырамын. Барайық, керемет ұсыныс. Аға, мұнда аспаптар көп екен. Бұл қандай аспап? Үні керемет екен. Бұл аспап қобыз деп аталады. Оқушылар, сұрақтарға назар аударайық. Олар қайда барады? Мұражайда қандай аспаптар бар? Әлібекке қандай аспаптың үні ұнайды? Оқушылар, сұрақтарға жауап берейік. Іске сәт. Сұрақтарға қалай жауап бердік? Жауабымызды бірге тексерейік. Олар қайда барады? Олар ұлттық аспаптар мұражайына барады. Мұражайда қандай аспаптар бар? Мұражайда ұлттық аспаптар бар. Әлібекке қандай аспаптың үні ұнайды? Әлібекке қобыздың үні ұнайды. Оқушылар, сендердің де жауаптарың сәтті шықты деген ойдамын. Екінші тапсырма. Мәтінді оқы, сұрақтарға жауап бер. Менің ағам бар, ол 15 жаста. Ағамның аты Әлихан. Ол музыка мектебінде оқиды. Ағам қобыз тартады. Әлихан қобызда әртүрлі күй ойнайды. Ол күйші. Сұрақтарға назар аударайық. Сенің ағаң бар ма? Ол неше жаста? Оның аты кім? Әлихан қай мектепте оқиды? Ол қандай аспапта ойнайды? Оқушылар, ойланайық. Сұрақтардың жауабын бірге тексерейік. Сенің ағаң бар ма? Иә, менің ағам бар. Ол неше жаста? Ол 15 жаста. Оның аты кім? Оның аты Әлихан. Әлихан қай мектепте оқиды? Әлихан музыка мектебінде оқиды. Ол қандай аспапта ойнайды? Ол қобызда ойнайды. Оқушылар, сендердің де жауаптарың сәтті шықты деген ойдамын. Үшінші тапсырма. Жақша ішіндегі тиісті сөздерді қойып, сөйлемді көшір. Оқушылар, іске сәт. Сөйлемді қалай көшіріп жаздық? Жауабымызды бірге тексерейік. Менің ағам бар. Ол 15 жаста. Оның аты Әлихан. Ол музыка мектебінде оқиды. Ол қобыз тартады. Әлихан қобызда әртүрлі күй ойнайды. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың сәтті орындалды деп сенемін. Төртінші тапсырма. Оқы, ақпараттың дұрыстығын көрсет. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін.
Оқушылар, ақпараттың дұрыстығын бірге тексерейік. Менің ағам 13 жаста. Дұрыс емес. Ағамның аты Әлихан. Дұрыс. Әлихан спорт мектебінде оқиды. Дұрыс емес. Ол қобыз тартады. Дұрыс. Әлихан қобызда әртүрлі күй ойнайды. Дұрыс. Оқушылар, сендердің де ақпараттарың дұрыс шықты деген ойдамын. 5-ші тапсырма. Сөздерді сәйкестендіріп, сөйлем құра. Оқушылар, іске сәт. Сөздерден қандай сөйлемдер құрастырдық? Бірге тексерейік. Менің үлкен ағам бар. Қобыздың үні маған ұнайды. Ағам музыка мектебінде оқиды. Ол қобызда күй ойнайды. Әлихан қобызды жақсы тартады. Оқушылар, сендердің де құрастырған сөйлемдерің сәтті орындалды деп сенемін. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бердің және сюжеттің даму желісі бойынша кесте толтырдың, мазмұндадың. Оқыған материалдың мазмұнын тірек сөздерді қолданып жаздың. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма. 15-ші беттегі 6-шы тапсырма. Суреттің орнына қосымша жалғанған сөздерді қойып, сөйлем құра. Осымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.